Армысыздар, Елбіз телекомпаниясында жаңалықтар, сіздермен Бейбінұр Хамитқызы. Алда көретіндеріңіз. Павлодардағы көшелердің атын өзгерту бойынша қоғамдық тыңдаулар белгісіз мерзімге кейінге қалдырылды. Мәдениет басқармасында 30 атаудан тұратын тізімді нақты емес деді. Кезек болмау тиіс. Монополияға қарсы мамандар қызмет көрсетушіге ресми хат жіберді. Павлодар водоканал располагает достаточными данными, которые ему позволяют сделать самостоятельно перерасчеты и вести ту работу без участия потребителя. Қоқыс контейнерлері қасында пышақ жарақатын алған ер адамның мәйіті табылды. 50 жасар әйелге оны өлтірді деген күдік ауып отыр. Қашан бұзылады? Затон мен вокзал қасындағы ескі ғимараттардың тұрғындары адам төзгісіз жағдайларға шағымданды. Когда приезжали, обследовали дом, то эксперт, который обследовал, залез на крышу и провалился в 4-ю квартиру. Тонды сатып алу енді оңай әрі қолайлы. Тек қана эталон мехада Ресей тондарына 50%-ға дейін жеңілдіктер. Айына 25 мың теңгеден бөліп төлеуге. Алдын ала төлемсіз және үстемесіз. Сіз армандаған тоныңыз сізді Батыр молдағы сауда ойын-сауық орталығында күтеді. 2-ші қабат. Қызыл калифорниялық құртты өсіру бойынша Павлодарлық Вермиферма және Вермитех Плюс жылыжайлық кешені биогумус өзіндік өндірісте жасалған бірегей өнімді ұсынуда. Бұл тыңайтқышты Вермитех Плюс дүкенінде сатып алуға болады. Сұйық биогумус қызыл калифорниялық құрттардың көмегімен өндірілген, сондықтан өсірілген дақылдардың экологиялық тазалығын қамтамасыз ететін жалғыз тыңайтқыш болып табылады. Сондай-ақ мұнда керемет нәрлі ауа мен ылғал сыйымдылығы жоғары көшеттерді өсіру үшін топырақ ұсынылған. Саябақшылар мен бағбандардың ыңғайлылығы үшін тиімді қаптамада Голландия селекциялық компаниялардың жоғары өнімді тұқымдары бар. Өндірушіден арзан бағалар сіздерді жағымды таң қалдырары анық. Жеткізу қарастырылған. Мекен жайымыз Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 2. Телефоны 8 747 525 3902. Вермитех Плюс дүкені. Жүргізушілерге киім ұсынған Меланика әйелдер киімдерінің бутигі. Павлодарда 30 шақты көшенің атауы өзгертілуі мүмкін. Жақын уақытта бұған қатысты қоғамдық тыңдаулар өткізілмек. Мәдениет басқармасында әзірге нақты тізім жоқ екендігін айтты. Дегенмен де кез келген қала тұрғыны алдағы жиынға қатысып, өз ұсынысын немесе қарсылығын білдіре алады. Негізінен Павлодар қаласындағы көшелердің атауын өзгерту туралы ұсыныс қарапайым тұрғындардан, зиялы қауым өкілдерінен келіп түскен. Дегенмен де жаңа атауға ие болуы тиіс көшелер әзірге белгісіз. Мәдениет басқармасының басшысы жалпы мекенжайлардың атын өзгерту жүйесі қалай жүзеге асырылатынын айтып өтті. Көпшілік тыңдауда қолдау тапқан көшелердің құжаттары Қазақстан Республикасы үкіметінің жанындағы республикалық ономастикалық комиссиясында қарастырылып, егер оң қорытындысы болған жағдайда облыстық мәслихаттың сессиясына қаралып, облыстың өкілді мен атқарушы органдарының бірлескен шешімі негізінде өзгертіледі бұл енді. Алдағы уақытта өткізілетін жиынға кез келген адам қатысып, өз ұсынысын білдіре алады деп хабарлады Самал Бекалинова. Бұған дейін әлеуметтік желіге тарап кеткен тізімде Парковая, Набережная, Лесная, Мир, Павлов, 1 және 2 Южная, Архангельская секілді 30 шақты көше бар. Алайда бұл соңғы шешім емес, ол қысқару немесе көбеюі әбден мүмкін деді. Жаңағы сіз айтып отқан көрнекті тұлғаларымыз, хандарымыз, билеріміз, батырларымыздың есімдері ескерілмейді дегенде көпшілік тыңдалымға қатысып өз ойыңызды, пікіріңізді білдіруге шақырамын. Ол жерде комиссия, тұрақты комиссия, Павлодар қаласында мәслихатының депутаттары сол ұсынысты ескере отырып, мүмкін басқа шешім қабылдар. Айта кету керек, қоғамдық тыңдаулар күні әзірге белгісіз. Бұған дейін наурыздың 29-ы өткізбекші болған. Дегенмен де белгісіз себеппен кейінге қалдырды. Бұл туралы ақпарат қалалық әкімдік сайты мен жергілікті газеттерде пайда болмақ. Бейбінұр Хамитқызы, Дмитрий Моисеенко, Елбіз телекомпаниясы. Павлодарлықтардың жаппай шағымынан кейін монополияға қарсы комитет водоканалдың атына хат жолдады. Қала тұрғындары түбіртектердегі көрсеткіштер дұрыс есептелмеген дейді. Тексеру жұмыстары үшін тұтынушылар бірыңғай есептеу орталығына жүгінген. Нәтижесінде ұзын сонар кезектер пайда болды. Себебі мен заңдылығы жайлы бизнес жаңалықтарында.
Бизнес жаңалықтарының демеушісі керемет сынап, сантехника және жылыту дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы. Су қызметі үшін негізсіз қарыздардың пайда болуы бойынша комитетке жүгінгендер саны ақпанда күрт артты. Сол кезде бірыңғай есептеу орталығы жүйеде ақаулар болған мәлімдеді. Жаңа бағдарламаға ауысты. Ал тұтынушыларға наурыз айы үшін көрсеткіштер қате есептелді. Алайда бұл жағдай осы айдың соңында да қайталанды. Павлодарлықтар әлеуметтік желіде наразылықтарын білдіріп, бейнежазбаларын мобильді қосымшаға жібере бастады. Посмотрите, пожалуйста, что творится. В Горводоканале живая очередь, терминалы, видимо, не работают. Касса Горводоканала на академика Сатпаева. Это просто издевательство какое-то над людьми. Это что такое творится? К ним не дозвониться. Осы жолда бірыңғай есептеу орталығы жаңа бағдарламада орын алған ақаулардың салдарын себепке алып отыр. Түбіртектегі көрсеткіштер сәйкес келмеген жағдайда Сатпаев 156 мекен-жайына жүгінуге кеңес берді. Алайда адамдар тым көп шоғырланған оқиғадан кейін қызмет беруші ұйым әкімшіліктің Instagram парақшасы арқылы кешірім сұрады. Адамдар көп жиналмас үшін судың көрсеткіштерін WhatsApp арқылы жіберуге рұқсат берілді. Ол тәулік бойы қолжетімді. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі әлеуметтік желідегі және бақтағы барлық шағымдарды қарастыра келе водоканал атына ескерту ретінде хат жолдады. Павлодар водоканал тиісті шараларды қабылдап, тұтынушы өтініш білдірген кезде ғана емес, кез келген уақытта ақпаратты беруге міндетті. Олардың қолында барлық есепке алу құралдарының көрсеткіштері бар. Халықты кезекке тұрғызбай бұл сұрақты өздері шешу керек. Қызмет беруші ұйым қайта есептеуді тұтынушының өтінішінсіз ақ жасай алады. Агенттікте қала тұрғындары тарапынан одан әрі шағымдар түсетін болса, және қызмет беруші өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда монополияға қарсы тергеу ашатынын мәлімдеді. Жансая Талибова, Ольга Шкрет, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 2017 жылы енгізілгеннен қазіргі кезге дейін өңіріміздің тұрғындары қорға 25 миллиард теңгеге жуық қаражат аударған екен. Бұл ретте емханалардың көмегіне деген сұраныс карантин кезінде арта түскен. Сәйкесінше медицина ордаларының есеп беруі арқасында дертке шалдыққандар да үстем ақыға қол жеткізу тетігі ойластырылған. Ұйымдар бізге әрбір науқас үшін есеп шот береді. Мәселе осындай науқастар емделді, осындай ақша кетті деген тарифтер бар. Мәселе егер ауыр формамен ауырса 923 мың төлейміз әрбір науқасқа. Орташа түпірі болса 580 мың теңге. Сондай. Сол бойынша есеп береді да біз ай сайын төлеп отырамыз әрбір ұйымға. Сонымен қатар тұрғындардан медициналық қызмет бойынша шағымдар да қабылданып, облысымыздағы емханалардан өткен жылы 258 миллион теңгеден астам айыппұл өндірілді. Бұл ретте павлодарлықтардың ойы екіге бөлінді. Мен өзім БСМП больницаға отношусь, проблем нету. По записи, пожалуйста, в любое время, пожалуйста, жазыласың. Кезектерді айту керек, да? Самое главное, что нельзя записаться к узкому специалисту. Чтобы попасть к узкому специалисту, нужно вначале пойти к участковому врачу, взять направление, а потом к узкому специалисту. Если я знаю, что у меня болит глаз, почему я не могу сразу пойти к окулисту? Футболят постоянно, не справляются. У нас там как по записи, записываемся по записи, приходим, в домомед смотрим. Никаких нареканий нету. Пандемия салдарынан амбулаториялық емханалық ұйымдар деңгейінде көрсетілетін қызметтер қолжетімділігін арттыру, мектеп медицинасын дамыту, стационарды алмастыратын көмек және медициналық оңалтуды қаржыландыруды ұлғайтуға қатысты жоспарлар жүзеге асырылмауына қатысты мәселелерді қор мамандары жақын арада қолға алмақ. Дархан Бекешев, Александра Петрова, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Бизнес жаңалықтарының демеушісі керемет сынап, сантехника және жылыту дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы.
Керемет сынап сантехника және жылыту құралдарының дүкені тамаша жаңалықтар ұсынады. Наурыздың 25 мен 31 аралығында 12 айға дейін пайызсыз бөліп төлеу қызметі қарастырылған. Енді сауда жасау әлдеқайда тиімді. Мұнда сіздер үйіңіз бен пәтеріңіз үшін ыңғайлы және функционалды шешімдер таба аласыздар. Унитаздар, ванналар, джакузи, түрлі үлгілер мен өлшемдегі жуынатын кабиналар, бірегей және сенімді шүмектер. Сонымен қатар жуынатын бөлмеге арналған ерекше жиһаздар мен керек жарақтар, сондай-ақ конвекторлар мен радиаторлар сияқты климаттық техникалардың сан алуан түрі бар. Заманауи электр және қатты отынмен ұзақ уақыт жанатын пештерді табуға болады. Сіздерді керемет сынап сантехника және жылыту құралдарының дүкені Циолковский көшесі 24 мекен-жай бойынша күтеді. Павлодарда қоқыс жәшігі қасынан кілемге оралған мәйіт табылды. Бұл туралы әлеуметтік желіде тез тарап кетті. Анықталғандай ер адам кісі қолынан көз жұмған екен. Оны бүгін полиция департаментінде растады. Толығырақ алдағы материалда. Мәйітті Лермонтов 92 мекен-жайындағы аулада орналасқан қоқыс жәшігі жанынан тапқан. Полиция департаментінде хабарлағандай 38 жастағы ер адамның денесінен зорлықпен өлтіру белгілер табылған, яғни қарны тұсына пышақ жарақаты салынған. При проведении оперативного жедел іздестіру шаралары барысында аталмыш қылмысты жасады деген күдікпен 50 жастағы әйел ұсталды. Аталмыш дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабы 1-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдікті уақытша ұстау абақтысына қамалған. Егер кінәсі дәлелденсе 8-ден 15 жылға дейін темір торға қамалу қаупі төніп тұр. Бибінұр Хамитқызы, Дмитрий Моисеенко, Едбис телекомпаниясы. Бір күнде 3 адам биіктіктен құлады. Бұл туралы полиция департаментінде мәлімдеді. Ал лифтіде темекі шеккен ер адамның кім екені анықталды. Енді оған әкімшілік жаза қолданылады. Толығырақ әлеуметтік желі жаңалықтарында. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Ральф Рингер еуропалық аяқ киімдер салондары. Уақытпен сыналған сапа мен жайлылық. Жазатайым оқиға Ақсуда наурыздың 27 күні сағат таңғы 4-те орын алған. 25 жасар жігіт жөндеу жұмыстары кезінде баспалдақтан төмен түсіп келе жатқан сәтте өзінің абайсыздығынан 2,5 метр биіктіктен құлап кеткен. Ал 51 жасар әйел мас күйінде болып байқаусызда 4-ші қабаттан құлады. Оқиға таңғы 8-дер шамасында Екібастұз қаласында орын алған. Сондай-ақ сол күні сағат кешкі 19:00-де Бәйет ауылының 52 жастағы тұрғыны тепе-теңдікті сақтай алмай сарайдың төбесінен жерге түскен. Зардап шеккендер түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді. Бұл челлендж ба? Олар келісіп алған сияқты алдын ала. Тезірек жазылып кетсін. Назарбаев 89 мекен-жайында орналасқан үйдің лифтінде темекі шеккен ер адам бейнежазбаға түсіп қалған. 1980 жылғы павлодарлыққа қатысты қоғамдық орындарда темекі өнімдерін тұтынуға тыйым салуды бұзу дерегіне қатысты әкімшілік іс қозғалды. Айта кетейік, жыл басынан бері 301 азамат аталмыш құқық бұзушылық бойынша жазаланған. Павлодар облысында барлық қала, аудан, ауыл мешіттерінде сақтық шараларын сақтай отыра жұма намазын оқуға рұқсат етілді. Бұл туралы Машап.kz рухани танымдық порталында жарияланды. Мешіт ішін толтыру 30%-дан аспайды. Келушілер мен қызметкерлер бетпердеде болуы міндетті. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Ральф Рингер еуропалық аяқ киімдер салондары. Уақытпен сыналған сапа мен жайлылық. Ральф Рингер еуропалық аяқ киім салондарында үздік өндірушілерден ерлер мен әйелдерге арналған аяқ киімдердің кең түрлері. Аяқ киімдердің барлығы жайлы, анатомиялық дұрыс қалыппен сапалы материалдардан жасалған. Осыған байланысты ол пішінін сақтап, аяқтарыңыз шаршамайды. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі қарастырылған және тауарды 6 айға дейін бөліп төлеу арқылы сатып алуға болады. Үлгілер сұрыпталымымен сіз Ральф Рингер Павлодар Instagram парақшасында алдын ала таныса аласыз. Толпар сауда кешені 1-ші қабат 221-ші бутик, ескі орталық әмбебап дүкені 22-ші бутик және Артур 3 сауда үйі 356-ші бутик. Затон ауданындағы 2 қабатты үйлердің тұрғындары қиын жағдайда. Пәтерде пеш жағады, дәретханалары далада және тіршілік нәрін қоғамдық құдықтардан алады. Адамдар ескі баспаналардың бұзылуын тағатсыздана күтуде. Сондай-ақ железнодорожная 3 мекен-жайының тұрғындары да жаңа үйге көшкісі келеді. Вот, посмотрите, подушка заделали, все дыры. Сколько можем
Сколько можем, чтобы тут не замерзнуть. Вот, посмотрите, вот здесь у нас, что творится. Вот. Как можем, все латаем. Ой. Вот такой вот у нас получается дом. Железнодорожная көшесіндегі аталмыш үйді уақытша 25 жылға қолданысқа берген болатын. Жергілікті халықтың айтуынша, баспанада 60 жыл тұрып келеді. Бүгінде ескі үй апаттық жағдайда. Адамдар құлайын деп тұрған шатырдың астында ұйықтауға қорқады. Дом весь разваливается. Үйіміз құлауға жақын тұр, жөндеуге келмейді. Барлық тұстан бұзылып жатыр. Шатыры толықтай шіріп кеткен. Жуырда сарапшы келіп үйді тексерді. Үстіне шыққан сәте шатырды тесіп өтіп, пәтердің ішінен бірақ шықты. Наш дом не сегодня, так завтра. Пәтерімде ұйықтай алмаймын. Шатыры кез келген сәтте құлап қалады деп ойлаймын. Кейбір көршілерімде кішкентай балалар бар. Құлап қалса олар зардап шегеді ғой. Қыста жел бүкіл қабырғаның тесіктерінен өтеді. Далада тұрып жатқандаймыз. Затон аудандағы ескі үйлердің жағдайы да қиын. Олар 65 жыл бұрын қолданысқа берілген. Пәтерлерде қарапайым жуыну мен әжетханаға бару мүмкін емес. Адамдар үйлерінде пеш жағып, суды құдықтан алып дәретханаға, далаға шығады. Молодая девушка, у нее 2 детей, да? Екі баласы бар жас келіншек көршім бар. Күніне 2-3 рет пеш жағады, себебі баспанамыздың іші салқын. Үйде су жоқ, әжетханамыз далада орналасқан. Жағдайымыз өте қиын деп айта аламын. Адамдардың айтуынша, ескі үйлерді бұрыннан бұзып, орнына басқа баспана беруін күтіп шаршады. Ақпан айында өткен жиындардың бірінде шенеуніктер көшу үдерісі биыл болмайтыны туралы айтты. Павлодар қаласында 44 ескі ағаш үй бар. Бұл үйлер Алиминстрой, Затон шағын аудандарында, Теплов көшесінің бойында, Бекмаханов, Павлов көшелерінің қиылысында және Теміржол вокзалы ауданында орналасқан. Затон шағын ауданы және Железнодорожная көшесі 3 мекенжайы бойынша орналасқан ескі үйлерді бұзу, осы учаскелерде тұрғын үй салу және тұрғындарды басқа тұрғын үйлерге қоныстандыру жобасы жеке инвесторларға ұсынылды. Қазіргі уақытта бұл жобаны әлеуетті инвесторлар қарастыруда. Ескі үйлерді Достық және Сарыарқа шағын аудандардың құрылысы аяқталғаннан кейін бұзады. Биыл тек Алюминстройдағы 8 2 қабатты баспана жойылады. Айтмұхамбет Айқожа, Серік Қонақбаев, Ербес телекомпаниясы. Бүгін мобильді қосымшада судың кесірінен жүру мүмкін емес, аулалар мен көшелердің бейнелері көп. Павлодарлықтардан бөлек ақсулықтар да көмек сұрауда. Одан бөлек ретсіз қоқыстарда адамдардың мазасын алуда. Барлығы рет-ретімен біздің арнайы айдарда. Бірге көрейік. Мобильді қосымшаның демеушісі Мега сауда үйі. Мебельсон және Заречье Ресей фабрикаларынан жиһаздардың жаңа түсіміне шақырады. Сіздерді бұрынғы мекенжай бойынша күтеміз. Торговая Нұрсұлтан Назарбаев көшелерінің бұрышы. Город Аксу, улица Астана, 22, 18. Кот, детская площадка. И вот, пожалуйста, мусорка. Никто не вывозит. Просим вас разобраться с этим безобразием. Представляете, вот здесь дети играют. Здравствуйте, Гагарина 80. Вот такое каждый раз происходит. Капает с козырька. Не пройти, не проехать. Это вот сейчас лужа еще прошла. Куда обратиться? КСК, говорит, не отвечает. Частная собственность. Перекресток Волочаевского. Получается так, что у нас никто не выкачивает, дома затапливает. Посмотрите, что творится у нас на улицах. Уже ни ручейки ничего не помогает. Целую неделю люди звонят в ЖКК, чтобы они приехали. 109. И 109, и никто сюда не приезжает. В Акимат звонили, трубку бросают. А 109 всю неделю звонят. Сегодня сказали в Акимате, что выходной день. А я, говорит, компьютерщик, который принимает телефоны. Пожалуйста, обратите на это внимание. Дачный микрорайон. Не знаем тут или ходить нам, или плавать. Вот домой возвращаться невозможно. Вот такая вот каша. Смотрите, машины все плывут. Обратите внимание, это город Аксу, улица Рождественский. Зимой мы постоянно отправляем вам видео, вот эта улица вообще зимой снегом идет. Весной вот смотрите, что здесь творится, даже домой не попасть даже. Дома есть инвалиды, старые люди. Посмотрите на эту улицу. Вообще домой не попасть, даже не можем
магазин идти. Следующая улица, вот эта улица следующая, Рождественский 1, там засыпало щебенем, хоть можно домой попасть. А вот эта улица вообще невозможно. Обратите внимание. Двор Бестужева 6. Вот такой ужас творится. Люди превратили двор в туалет. Если нет места для выгула собак, просто берите лопаточку, маечку и выкидывайте это все в мусор. Мобильді қосымшаның демеушісі Мега Сауда үйі. Мебельсон және Заречье Ресей фабрикаларынан жиһаздардың жаңа түсіміне шақырады. Сіздерді бұрынғы мекен-жай бойынша күтеміз. Торговая Нұрсұлтан Назарбаев көшелерінің бұрышы. Керемет, таңқаларлық және сәулетті. Мега Сауда үйінде Мебельсон және Заречье Ресей фабрикаларынан жиһаздардың жаңа түсімі. Жарқын, функционалды және ультрасәнді балалар гарнитуралары. Ақшыл, ағаш бітімі бөлмені кеңейтіп, ал әдемі суреттер балаңызға жақсы көңіл күй сыйлайды. Заманауи және тамаша жатын бөлмелер, мұнда олар әртүрлі үлгіде ұсынылған. Дәстүрлі классикадан бастап, ықшамды модерн нұсқаларына дейін. Бір қилы және тиімді ас үй гарнитуралары 30-дан 40%-ға дейін мега жеңілдікпен. Асығыңыздар, саны шектеулі. Ал стильді жұмсақ жиһаз интерьерге әдемілік сыйлайды. Мега Сауда үйі сіздерге сәтті сауда жасауды тілейді. Суға толы жолмен жүру мүмкін емес. Көктем келісімен мұндай шағымдар саны арта түсті. Адамдар көшелерден еріген қар суы неге уақытында шығарылмайтынын сұрауда. Мәселенің мән-жайын тілшіміз біледі. Сарыарқа мөлтек ауданындағы Қамзин Щекин көшелерінің қиылысы еңісте орналасқан. Сол себепті оны жыл сайын су басады. Алайда биыл көлемі тым үлкен болды. Биік көліктер өте алса, шағын кластағыларға қиын. Сондай-ақ Щедрина көшесі де суға толған. Что будет интересно вот с этими дорогами? Демалыс күндері Ладожская, Варушин, Камзин, Академик Щекин, Камзин, Теплова, Нуркина, Исабайзаков, Варушина, Теплова, Онежская, Тульская, Четинская, Азовская, Целиная, Таллинская, Транспортная, Алтайская көшелерінде және Жаңауыл, Зеленстрой шағын аудандарында жұмыстар жүргізілді. Сондай-ақ әкімдікте коммуналшылардың күшейтілген жұмыс тәртібіне көшкендіктері туралы айтты. Жалпы 12 арнайы сорғы көлігі жұмылдырылған. Оның екеуі тұрақты түрде екінші павлодардан су шығарады. Қалғандары басқа көшелерде қызмет етеді. Айтмұхамбет Айғожа, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Қаламызда кішкентай қылқалам шеберлерінің балалар әлемді бейнелейді байқауы өтуде. Сайысқа өңір көлемнен 300-ден аса бала қатысуда. Жас суретшілер жасыл желектер мен бақша өнімдерін салыпты. Ерекше жұмыстарда әріптесім көріп қайтты. Көрме залына барлық қатысушылардың туындылары ілінген. Балабақша балдырғандары берілген тақырыпқа асқан хаттылық танытып барын салғаны көрінеді. Ең жас қатысушы небәрі 4 жаста. Пробудить в детях. Аталмыш көрме балаларды адал еңбекке, қоршаған ортаны әрқашан аялауға үгіттейді. Балдырғандар саяжайлардағы жиын маусымын, бақшалардағы көкөністерді, өсімдіктерді және жасыл желектерді көрсеткен. Облыстық байқау осымен 13-ші мәрте өтуде. Шара бүкіл әлемде көкөніс пен жемістер күніне және экология жылына орайластырылыпты. Ұйымдастырушылар байқау қатысушылары саны жыл сайын қарқынды көбеюде дейді. Бекбол Мырзахан, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. Хоккейден Қазақстан жастар чемпионатында күтпеген нәтижелер орын алды. Барыс жас ұжымы өздерінен үлкен Барыс ұжымын 3-1 есебімен ұтты. Ал Ястребы өскемендік торпедадан мықтырақ болды. Қорытынды есеп 7-4. Алдағы спорт жаңалықтары.
Вакцинация сауықтырады, ал аурудан айығу бұл Алланың рақымы. Қасиетті Құранда және пайғамбардың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Сүннетінде бұл процедураны өткізуге ашық тыйым жоқ. Бірақ вакцинацияның қажеттілігін растайтын дәлелдер бар. Жақындарыңыз бен айналаңыздағы адамдарды ойлаңыз. Спорт жаңалықтарының демеушісі Бәйтерек Интертрейд компаниясы Салиха Голд сауда маркасымен Пакистан, Кения және Ташкент жасыл және қара шайларының жаңа топтамасын ұсынады. Мама, чай. Осы Салиха жүгіртіп шаршатты ғой мені. Дәмді шай. Салиха Голд шайы әр түйіршігінде сіз хош иісті, қанық және жұмсақ дәмді сезесіз. Салиха Голд сауда маркасының өнімдерін қала дүкендерінде сұраңыздар. Немесе келесі мекенжай бойынша жүгінуге болады. Павлодар қаласы, Естай көшесі 136 бөлшек 1. Бәйтерек Интертрейд компаниясы. Телефондары 8 776 512 54 34, 8 747 253 48 80. Павлодарда әйелдер арасындағы волейболдан ұлттық лиганың плей-офф кезеңінің шешуші ойындары аяқталуға жақын. Бүгін жергілікті ертіс қыздары біріншіліктегі соңғы кездесуін өткізіп, Ару Астана ұжымымен күрес жүргізді. Өткен аптада ертіс волейболшылары 6-2-ге есе жібермесе, чемпионаттың үздік бестігіне кіретін жақсы мүмкіндік бар еді. Дегенмен толықтай жас жергілікті тәрбиеленушілерден жиналған ұжым ойын өрнегімен көзге түсіп, кейбірі ұлттық құрамаға шақырылмақ. Бүгінгі Ару Астанаға қарсы ойында ұлттық құраманың жаңа бапкері Петр Хилько қонақ болып отыр. Федерация павлодарлық мектеп спортшылары қашанда сұранысқа ие дейді. Қазір 7-8 орынға ойнап жатыр. Бірақ осы жылы олар, мен ойлаймын, өте жақсы ойын көрсетіп, олар өздерінің деңгейлерін жоғары көтеріп қойды ойлаймын. Ерфурт, қазір жарақат алып қалған Арефьева, олар екеуі де орталық блокирующий дейміз ғой. Солар тізімге кіріп отыр. Мысалы, Ерфурт өте, мен ойлаймын, болашағы өте жоғары деңгейде ойнайды ғой деп. Арефьева біздің жастар арасында да ұлттық құрама командасына қатысқан. Ару Астанаға қарсы бірінші матч 3-0 есебімен, ал бүгінгі тартысты матч 3-1 нәтижесімен аяқталды. Осылайша ертіс қыздары ұлттық лиганың 7-ші орнына ие болды. Жалпы біріншілікті ұйымдастыру оңайға соқпады. Әрбір матч мұқият тексеріспен жауапкершілікті қажет етті. Әрбір турды біз мынау санитарный эпидемиологиялық службамен рұқсат аламыз әрбір қалада. Бір, екіншіден облыстық спорт комитеттің оны қандай вообще жағдайы қалай санитарлық ситуация, соған қараймыз. Бола ма, болмай ма, өздеріңіз білесіздер, бір турға жетісу командасы қатыса қалды. Қазір жоғарғы лигада Теміртау металлург командасы келмей қалды. Пандемия болғаннан кейін. Енді біз оған, бізге де енді өте қиын болды биыл өткізген. Бірақ оған қарамай біз енді чемпионатты соңғы турын өткізіп жатырмыз. Жақын арада Баянтау спорт кешенінде ұлттық лига жеңімпаздары анықталады. Қуанышпен Алматы қола медаль үшін, ал Алтай мен Жетісу басты жүлде үшін күрес жүргізеді. Мәселе бүгін шешімін таппаса, ертең қосымша матчтарды өткізуге тура келеді. Қаламыздың намысын қорғайтын Павлодар футбол клубы 2-ші лига біріншілігіне дайындалуда. Алдын ала болжам бойынша чемпионат сәуір айының ортасында бастау алмақ. Оған дейін Асхат Мұсатаев шәкірттері шеберліктерін жолдастық кездесулерде шыңдап жатыр. Павлодар футбол клубы жаттығу жұмыстарын орталық стадионға ауыстырды. Тарихи арена енді осы жас аяқ допшылардың қолында деп айтуға болады. Әр апта сайын дайындық сабақтарын жолдастық матчпен бекітіп отырады. Қазіргі таңда техникалық, тактикалық дайындыққа көңіл бөліп жатырмыз. Физикалық жүктеме чемпионат жақындаған сайын бәсеңдеп келеді. Бір апта бойы айла тәсілдерді меңгеріп, демалыс күндері жолдастық матч өткізіп, теорияны тәжірибе жүзінде бекітуге тырысамыз. Кезекті рет жас аяқ допшылар тәжірибелі Ақбет әуесқойлар ұжымымен күш сынасты. Ересектер ешкімді аямай, нағыз мінезді бәсеке ұсынды.
У нас в Ақбете біздің Ақбеттегі ойыншылардың 90%-ы ертіс футбол мектебінің тәрбиеленушілері. Бірінші, екінші лигада өнер көрсеткендер бар. Облыстық чемпионат қарсаңында жасөспірімдер командаға қосылды. Павлодар ұжымына да өзімізге де бұндай спаррингілер тек пайдасын тигізеді. Павлодар бірінші таймды қарсыластың автогол арқасында 1-0 есебімен аяқтағанымен Ақбет 2 нәтижелі соққысымен жауап қайтара білді. Қорытынды 1-2. Енді Асқат Мұсатаевтың шәкірттері Екібастұз ұжымына қарсы спарринг өткізбек. Ал екінші лигадағы старт алдын ала сәуірдің 16-сына жоспарланып отыр. Павлодарлық шаңғышы арулар кезекті жарыста топ жарды. Шымкент қаласындағы Қазақстан кубогының қорытындысы бойынша жерлестеріміз үйге 4 алтын медаль әкелді. Шеберліктерін жеке және топтық тәртіптемелерде көрсетті. Дарья Ришко жарыстың үздік спортшысы болғандай, аруымыз жеке спринт тәртіптемесінде жаңа рекорд орнатқан. Мәре сызығын өте салысымен бізге сұхбат беріп үлгерді. Гонок было очень много. Жарыстар бірінен соң бірі өтіп отырды. Мен алғашқыларында бірінші орынға жайғасуға тырыстым. Анна Шевченкомен бірігіп спринтте үздік атандық. Қалғандарында есе жібердім. Командалық спринтте Дарья Ришко мен Анна Шевченко жұбы алтынға қол жеткізді. Олар елдің басқа да аймақ спортшыларын артта қалдырды. Анна тұғыр биігіне 2 мәрте көтерілді. Сондай-ақ 2 рет вице-чемпион атанған. Снег еще не растаял у нас. Қар әлі еріп үлгермеген. Ауа райы да шаңғымен жүруге ыңғайлы. Бүгін қар жауып тұр. 2 мәрте бірінші орынға және 2 рет күміс медальге ие болдым. Қос арудың өнері арқасында Павлодарда шаңғы спорты қарқынды дамып келеді. Бүгінде жанкүйерлер олардан жаңа белестердің бағындыруын күтуде. Спорт жаңалықтарының демеушісі Бәйтерек Интертрейд компаниясы Салиха Голд сауда маркасымен кез келген талғамға сай керемет шай. Бүгінге осы барлық өзекті жаңалықтарды erbis.tv.kz сайтынан тамашалай аласыздар. Әлеуметтік желідегі парақшаларға жазылуды ұмытпаңыздар. Аман сау болайық. Жүргізушілерге киім ұсынған Ламберти ерлер киім салоны.